төрдің бүгінгі отырысында Айжан Табарак қызы мен Әсел Кәрібай деген екі ақын қыздың өлеңдерін талқылайық деп алдық. Енді Айжанды өздеріңіз білесіздер, кәдімгі танылып қалған ортада. Бізден енді үлкен, біршама танылып қалған қыз. Сол екінші Әсел Кәрібай деген бізде Алматыда Казгуда оқыған жас ақын қарындасымыз. Енді Айжанның өлеңдерін талдамас бұрын мен бір өлеңін оқып берейін. Жұбаныш іздеп қайтады құстар, жанына батып қайғайғы, ештеңе ұқпас жеңілтек желгеп жапырақпенен ойнайды. Сары бауыр дала бүк түсіп жатыр, жазың қиялмай басқаға, уақыт дегенің мөл төте түскен сұмдайрықтағы жасқана. Жанымды қарып қып-қызыл сөзбен балконда ұзақ ой шектім, бізге де мүмкін қайту керек пе, жаныңды ұқпай қойса ешкім. Бәріне өзі кінәлі жандай, аулада отыр күзінсіз, ылғи да маған тесіле қарап тұрады бір көз. Сіз кімсіз? Құстар-ау құстар, мен де сендердей қайтуым үшін келіп пем, тым ұзақ болып көрінеді осы, бұл өмір маған неліктен, көңілге уақыт жамау болмасын, кеш сездік неге кеш білдік, тіршілік дегенің қайту екен ғой, қайтудың мәні шексіздік. Енді Айжанның осы бір егеменге бір топтамасы шықты, оған дейінгі өлеңдерін оқып отырғанда мен өзім ойладым да, жалпы ақындарда енді біз өлеңдермен нетеді, өлеңге сырын айтады, енді ақынның мұңдасы, досы, өлең деген сияқты айтамыз да, бірақ Айжанда бүйтіп өзіне шағыну көп екен да, өзіне мұң айту көп. Ол өлеңмен де емес, жалпы өзіне оның сырласы да, мұңдасы да сол былай жалғыз өзі сияқты. Адамдар мысалы құстар-ау құстар деп құстарға айтады, немесе гүлдері деп гүлдерге айтады. Мысалы мына бір шумағында мысалы жазғы элегия дегенде гүлдер-ау жаз жұбатқан жаның дертең, мұң айтып үлгерер күз, бояу оңған тірлікті кешпегенше бізде оны білмегенбіз дегенде, осы жерде мысалы осындай өлеңдер көп. Қарашаға айтады, мысалы қарашамен сырласады. Сонда адам мысалы сырласатын адам таппаған кезде, өзімен өзі сырласқан кезде мысалы осындай бір жансыз нәрселерге ақындар соларға сырын айта бастайды екен да. Осындай Айжанның осы бір бүкіл өлеңдерінде осы бір мұң айту сезімі көп. Мұң айту болғанда өзіне өзі жұбату сезімдері көп. Осы жағынан мысалы осы бір нәрсе, сосын Айжанның бір өлеңдерінде күз көп та, күзі бар. Жалпы осы бір күз деген нәрсені ойладым да, бұл тек қана енді Айжанның өлеңдерінде емес, Әселде де сондай бар. Жалпы кез келген ақындарда осы бір мезгілдер бар. Өзінің бір көңілсіз сәттерін осы бір мезгілдерге өздеріне бір серік етіп алады да. Сондықтан осы бір кейбір кезде ойлаймын, осы бір жай бір таптаурын стереотип сияқты да әсер етіп қалады да. Енді жалпы бірақ Айжанның өлеңдерінде бір адамға, оқырманға ұнайтын нәрсесі бәрібір жанды нәрсе сияқты, тірі, сөздері тірі сияқты көрінеді. Осы жағын алғанда, Елена апай, сіз бірінші айтып өтсеңіз, мысалы, Айжанның өлеңдерін оқығанда, сіз не сезесіз Айжанның өлеңдерін оқығанда? Айжанның өлеңдерінен бір шынайылықты сезем. Жаңа өзің айтқандай тірі деп жатырсың ғой, тірі сөздер бар деп. Айжанның өлеңдерін оқысаң, ол ішкі кез келген адамның ішінде болатын, кез келген жұмырбасты пенденің жүрегінде болатын бір сезімдерді тербеп өтетін өзінің шынайылығы бар. Мен сол себептен Айжанды ақын деп есептеймін, сол себептен. Мүмкін оның мына техникалық құрылымы өлеңнің болмаса бір ізденісі аз болып жүрген шығар, әлде пісіңкіремей жүрген шығар, жетіңкіремей жүрген шығар. Бірақ шын мәнінде өлең адамның, оқырманның, болмаса тыңдарманның жүрегін бір дір еткізбесе, жүрегіне кішкентайда болса бір сәуле сеппесе, оны өлең деп жаңағы құр техникаға құрылған, құр жаңағы күрделі ұйқастарға құрылған өлеңдер меніңше қайта ол адамға жүк түсіреді. Мынадай сезімі бар өлеңдер, шынайы соны сезініп отырып жазу, бұл нағыз ақындықтың белгісі деп ойлаймын. Сол себептен мен Айжанның өлеңдерін осы жарияланып жатса,
өзінің кітабында қалт жібермей оқуға тырысам, өзіне де айтам, мына бір өлең жақсы екен, мына бір өлең мындай екен деп. Сосын мысалы Айжанның өлеңдеріне жаңағы сұмдайрық деген сөз бар ананың ішінде. Сондай бір көне қазақтың ұмытылып бара жатқан сөздері кездеседі Айжанның өлеңінде. Сұмдайрық дегеннің не екенін көп адам білмейді. Шын мәнінде ол қазақтың өзінің төл сөзі, екінің бірі біле бермейтін. Қазіргі есі дұрыс қазақтардың өзі біле бермейтін сөздер. Сондықтан мен Айжанның осындай тілінің бір көп аса таптаурын дегенге де келмейді. Сол мағынада өте қатты құрметтеймін. Және талантынан бір үлкен үміт күтетін бір қыздардың біреуі деп есептеймін. Менің жалпы пікірім сондай. Енді кей кезде менен бір кісі Айжанның кітабын алып берші оқиын деп, мүлде әдебиетке қатысы жоқ, өзі өмір бақи орысша оқыған, бірақ қазақ тілін білетін кісі алып оқыды да айтты, мен енді орысша ғой, ол кісі орысша ойлайды, қазақша оқыдым, бірақ осы Айжанда жаңағыдай бір торығы көп, түңілу көп, поэзия деген адамды қанаттандыратын да бір нәрселер болу керек қой деп. Сондықтан енді мына ақындарды пространство деп атайды, сол кеңістік әлі Айжанға сол кеңістік ашылмай жатқан сияқты көрінеді өз басыма. Бірақ мынандай мүмкіншілікпен, ең бірінші сезу қабілетімен және сол сезімді өлең қылып жеткізу қабілеті барда Айжанның алда әлі кеңістіктер ашылады деп ойлаймын. Өзін бағаламау бар да, өлеңдерде өзін бағаламау бар. Осы негізі адамдар жаңағы енді көп адамдар енді әсіресе қыз балалар енді өздерін кейбір кезде артық аса бағалап жібереді ғой, енді аса бағалап жібереді да. Ал Айжанда осы жағынан мысалы баянсыз тіршіліктен бақыт күткен нашарлау адамын ғой деген сияқты, өзгергім келген сайын неге осылай алдайды мені сенім деген бір осындай бір өзінің бір ішіндегі өзі ойлап алған нәрсесі бар. Өзінің бір кейбір кезде осы бір өлеңдерінде өзінің бір психологиялық бір шеңберге бір қамалып қалған сияқты әсер етеді. Мәселе оның бір жаңа кеңістікке өтпей жатуының себебі де осындай бір ішкі бір сезімдерге бір қамалу сияқты көрінеді. Маған ол кейде былай көрінеді. Айжан мысалы қазір ақындардың бәрінің шекесі шылқып жүрген жоқ қой. Мына біздің қоғам тек қана өлең, тек қана кітап отыратын заман емес біздің дәуіріміз. Қазір есектің артын жусаң да мал тап дейтін заманда Айжан сияқты жаны нәзік ақынға жаңағының барлығы мен нашармын деген сөз, ол мына қоғамға айтылған сөз деп өзім түсінем. Яғни бұл қоғам үшін нан таппайды, күректеп ақша таппайды, бизнеспен айналыспайды. Айжан сияқты адам нашар болады да. Ол ана сөз, ол қоғамның мына бүгінгі нағыз адамға деген, ақынға деген көзқарасын көрсетеді деп ойлаймын жаңағыдай ойлардың барлығы. Тек қана ол өзін қамау емес, ол сол қоғамды бейнелейді сол арқылы деп ойлайды. Қоғам үшін мен де нашармын, мысалы, мен өйткені күректеп ақша таппаймын, мен өйткені жаңағы бір бизнеске, жеке кәсіпке елікпеймін. Сол сияқты дүниелерді айтқаны деп түсінемін мен өзім оқыған сайын өлеңді. Ол жаңа өзінің сондай, өзін сол нашар адам есебінде мына қоғамның да нашарлап кеткенін айтады деп мен ылғи солай түсінемін өз басым. Қоғамға деген қарсылық, протестті өз бойына әкеледі да ол. Яғни ол да қоғамның бір мүшесі, сол нашар, бұл нашар деген сөзді ол өзім нашар деу арқылы бүкіл қоғамды айтады деп түсінемін мен өз басым. Әсел мен екеуін алудағы біздің мақсатты сол шығар. Біреуі кітабы шыққан, яғни оның толысқан, бағыт бағдары айқын автор ретінде Айжанды алатын болсақ, Әсел Кәрібай ол әдебиеттің табалдырығынан еменшектеп енді ғана аттап жатқан жас ақын. Ерлан Жүніс айтады, жалпы Айжанмен аралықта Ерлан Жүністердің, мысалға Ақберендердің Айжандардан 3-4 жас қана үлкендігі бар екен. Ол қазір білініп тұру мүмкін жас, ал бірақта 10-20 жылдан кейін олар бір толқын болып кетеді. Ақберендермен, Ерландармен Айжандар бір толқын болып есептелінеді. Олар 60-қа 70-ке келген кезде тіпті сол. Сондықтан бұл орта өкілі ретінде Айжанның өзінің дәстүрлі мектептің өкілі деп есептеймін мен Айжанды. Онда
өлеңнің формасын бұзу, жаңағы бет алды лағу, жаңағы набор слов, әртүрлі әдемі сөздерді жинап алып өлең жазбайды. Айжанның өлеңдеріндегі, жалпы өлеңдегі шығармашылығындағы маған настроение ұнайды, көңіл күй. Кейде шынымен де бас аяғы бүтін жып-жылтыр өлеңдер, Елена апай айтқандай, ол адамға әсер етпейді, қайта шынымен де салмақ салады. Ал Айжанның өлеңдеріндегі дүние ол шынайы туған өлеңдер. Айжанның тіпті өлеңдері алғашқы осы кітабы шыққанға дейінде бұл кәдімгідей жалт қаратты ғой. Айжан Тәбәрәк өлеңдері деген шынымен де ортаға өзінің үнімен келген аға буын өкілдерінен жақсы лебіздер естіді Айжан десек те, бұл енді Айжанның біз әлі де шығармашылығынан біз әлі баспалдақтар күтеміз. Өйткені бұл бір ғана кітап шықты, Айжанның. Бұл бір кітапқа жеткілікті, бір жағынан аз берді деп айтуымызға болатын шығар Айжанды. Өйткені Айжанның бір жақтан көп жазсын дегенде біз салмақ салғымыз келмейді. Өйткені ол жаңағы сан бар жерде сапа бар дей тұрғанмен, ол көп дүние, ол жалаңдыққа, жаңағы өзін қайталауға, содан кейін Айжанды біз басқа бағытқа жазуға, оның жаңағы жарқын палитралар, бояулар енгізуіне, жаңағы түрлі түсті өлеңін жаңағы көңілдендіруге біз итермелеп қажетті жоқ шығар. Өйткені Айжанның жаңағы уақыттың шуы дейді ғой, бір уақытта өзекті болатын мәселелер, одан кейін уақыт өте келе ол ешқандай өзектілігі жойылып қалатын бір уақытша ғана мәселелерге Айжанның тоқталмай бір неғұрлым мәңгілік тақырыптарға баруы, жаңағы өзінің ішіне саяхат жасауы, бұл Айжанның бір фишкасы деп ойлаймын. Сондықтан әселге енді басқа тағы да айта жатырмыз. Айжан туралы айтылды. Жаңағы көңіл күй туралы айттым ғой. Мен де ол жекемен білемісің. Мен де Айжан өлеңдері шынымен де жаңағы ақын ғой, енді Айжанда сезім бәрі байқалады да, бірақ жаңағы сен айтқан көңіл күй, жаңағы мен сіздеп тұрған көңіл күй, ойлаймын, Айжанның өлеңдерінің бәрінде бір көңіл күй сияқты сезіледі да. Иә, бір көңіл. Сізге қалай? Жалпы маған қазіргі әдебиет жазып жүрген, өлең жазып жүрген буын, жалпы өлең жазып жүрген ақындар маған бір садырға, бір деңгейдегі ақындар болып көрінеді. Қай-қайсы болсын, ұлы болсын, қызы болсын, жалпы әдебиет жынысқа бөлінбейді деген, мен қазір қыздар әдебиеті дегенді айтып жүр ғой. Қыздар әдебиетінде мәселен махаббат бар бәрінде, барлығы сізбен айтады. Айжанда бір ерекшелігі осында, ода да махаббат бар, бірақ ол басқа қыздарға қарағанда сіздің өзін басқаша жеткізеді, сезімін басқаша жеткізеді. Сосын бір кімде үлкен бір сағыныш бар, мұңында да бір сағыныш бар, сезімде де бір сағыныш бар. Жалпы айтқысы келгенін, несін бәрін басқа ақындарға қарағанда сәл басқашалау жеткізеді. Сезімін де, көңіл күйін де, сағынышын да. Жалпы әдебиет бір деңгейде болғанмен, осы Айжанда шамалы не бар? Жеткізуінде бір шамалы ерекшеліктер бар. Маған солай көрінеді, қыздар несінің арасында, поэзиясының арасында. Оның себебі не сізше? Себебі білмеймін, кімнің Айжанның дүниені қабылдауы басқаша шығар. Жалпы оның көруі басқаша шығар, айналасын түсінуі басқаша шығар. Бәлкім ол қоғамды басқаша қабылдайтын шығар. Жалпы ол әдебиетке басқаша қарайтын шығар. Әйтеуір олың неге басқа қыздардан гөрі сезімін басқаша жеткізе алады. Сондықтан жалпы өлеңдерін оқып отқан кезде алдындағы қыздардың өлеңі сияқты екен ғой деп парақтап кете алмайсыз да, соны тоқтап оқисыз кәдімгідей. Бір ортаға бірге келген қыздарымыз ғой, сол кезден бастап қазіргі уақытқа дейін бір қарап алсақ, Айжанның бір ерекшелігі бір сол бастаған жолымен түзу, ақырын ізденіп
сол бір жолын жалғастырып келе жатыр. Бірақ кейде байқалады, сол өзінің қалай бастады, солай жалғастырып келе жатқан ақындар құлдырап керісінше өлеңдері нашарлап кетеді мысалға, иә. Бірақ Айжан сол өзінің дәстүрлі формасымен тіпті оны ары қарай тереңдетіп, бір ізденістермен алып келе жатыр, және Айжанда өсу бар. Ал бір эксперименттерге барып, түрлі немесе форма қуып, басқаша бір дүние жасаймын деген бір мүлт кетіп, немесе бір күрт өзгеріс жасаймын дейтін талпынысы Айжанда байқалмады. Бірақ байқалмаса, сол бастаған жолмен бір ізбен келе жатыр, және өзінің бір деңгейін құлатып алған жоқ ешқандай. Маған Айжанның поэзиясында ұнайтын жері сол. Және мынандай жолдар бар, жаңа сіз айттыңыз ғой, табиғатқа, бір затқа жалпы мұң шағу, сыр айту деген сияқты. Есіл сенің кінәң жоқ, мен толқысам, сен де бірге толқыдың дейді. Сондай өлеңдері, яғни бір затқа айту арқылы өзінің ішкі күйін білдіреді. Және жаңағы айтып жатқан, Мирастың айтып жатқан сағыныш дегені, бір сағыныш болғанда да бір күндік, 2 күндік жай ғана сағыныш емес, ол бір балалық шаққа деген сағыныш. Яғни сол бір таза кездерге деген ерекше сағыныш. Сол сағынышты алып қарағанда Айжанның өлеңінің барлығы тұтастай бір сағыныш, яғни сағыныштың өзі сол бір үлкен тазалық, және сол тазалықты бүгінгі қоғамнан іздеу, немесе өзінің терезесінен ақын қарағысы келеді, яғни сол тазалыққа. Бірақ енді жаңағы сіз айтқандай нашар адам деген сияқты сөздер, ол Елен апайдың мен пікіріне өте қосылам, себебі шынымен ол жеке өз басынан емес, бұл жерде субъективті нәрсе емес, яғни объективті барлық қоғамның бет бейнесін осы өлең арқылы көрсетіп отыр. Мұның өзі сол шынайылық деп ойлаймын мен. Кейде ана Айжан былай жатсынатын сияқты да, бізде мысалы қоғамды, бізді сол кезде жатсынған кезде шығатын эмоциялар ғой, бәрі өзі просто жалғызсырауда, бәрі жат болғанда өзі жалғызсырайды да. Бірақ енді осылай мысалы егер бәрі осы сезімдер мысалы жалғаса беретін болса, осындай өлеңдер туа беретін болса, мысалы ақынның жаңалығы, мысалы жаңалығы не болады, өзгеріс мысалы болмаса болмайды ғой мысалы ақында енді. Уақыт өткен сайын мысалға ақынның өзінің ішкі болмысы, мінез құлқы, тіпті адамгершілігіне дейін бір өзгерістерге ұшырап, мысалы соның әсерінен де өлеңді де өзінде жоғалтып алған қаламгерлер мысалы бар, иә. Бірақ Айжанның ерекшелігі сол, ол өзін жоғалтпай келе жатқан адам, біріншіден өзін жоғалтпай, және сол арқылы оның шығармашылығы да уақыт өткен сайын салмақ қосып, яғни бір өзінің бір тұғырынан таймай, одан сайын бір өрлеу осыдан байқалады деп ойлаймын. Сіздер мысалы Айжанды енді біз деген студент кезде оқыған кезде, енді бәрі оқыды ғой. Мысалы студенттер оқыған кезде бәрі бірден мысалы Айжанды сол несіне лирикасына қарады, баяндауына қарады. Бірақ Айжанда осы нәрселерде жаңағы бір параллель алу бар да, жаңағындай. Бір кез келген табиғат айтқанда просто өзінің көңіл күйінде ойлаймын. Мысалы кейбір кезде бір өзі көңіл күйі қандай болса, бүкіл айналадағы мысалы табиғат та тура сонымен бірге тура сол көңіл күйде сияқты әсер етеді деп ойлаймын да адамдарға. И сол жаңағы мысалы есіл сенде толқыдың деген сияқты нәрселер, ол адам өзі соғып тұрғанда есіл де солай толқып тұрған сияқты болады. Өзі мұңайып тұрса, сол есіл де мұңайып тұрған сияқты болады. Мысалы сіздер енді мысалы шаттанып, мысалы сен толқып тұрсаң, есіл сен үшін толқып тұр да, ал шаттанып жүрген адам үшін ол есіл шаттанып ағып жатыр ғой, мысалы сондай сезімдер да. Қазіргі өзі құралпы, өзі қатарлас қыздардың ішінен Айжанның поэзиясына деген бір ерекше алабөтен құрмет қой, шын айтқан кезде. Содан кейін Әселдің де, Әселді өзім қатты жақсы көріп оқимын. Бұл бір университетте оқып не істегеннен емес, өзім бүкіл несінен бастап, қалай өлең жазғаннан бастап, қазірге дейін өсу деңгейі, барлық сезімдері бәрі таныс болғасын. Ал Айжан бұл өзінің қатарластарынан мойындалып, өзінің бағасын алған ақын қыздардың бірі ғой. Айжандағы шынайылық туралы, мөлдірлік туралы айтып жатырық. Бұл енді бәріміздің де бір реттен атап өтетін нәрсе.
бұндағы мөлдір сезім, лирика барлық адамның бойындағы сезімдерді дөп басып таба алуы. Сосын мен баяда сол Айжанды біз танымаймыз ғой, бұрын білмейміз. Сол кездерде біз Алматыда осындай бір жас ақындар жиналып өлең оқып сөйткен кездерде Жанболат Байсұлтан деген әнші жігіт бар, дәстүрлі әнші. Өзі ән жазатында қабілеті бар. Сол "Есіл сенің кінәң жоқ" дегенге жазған екен. Оны біз оқып алып, бір шулы кабактарда сол бәрін қосылып айтатын, біз "Есіл сенің кінәң жоқ" деп. Сол мысалға ақындардың көбі Алматыда болғаннан кейін Алматыны жырлап жатады ғой, сезімдеріне бір қосып жатады. Ал Айжан ол Астананың пейзаждарын, Астананың көріністерін көңіл күйімен үйлестіре суреттейді. Жаңағыдай бізде кішкене Астананың әлі бір жатсынуы бар, Астананы бір өлең жоқ қала секілді, бір ресми қала секілді көру бар, ал бірақ Айжанның поэзиясында ол басқаша көрініс табады да. Содан кейін жаңағыдай біздің осы кешкен сезімдерімізбен үйлесім табады деп ойлаймын. Сол Әселге кейінірек кетеміз. Жалғастыра беруге деп. Айта берейік. Иә, айта берейік. Әнмен жалғастыра. Жалпы таңдалған екі авторда өзіндік бір-біріне ұқсамайтын сондай стильдермен, өлең жазу мәнерімен ерекшеленеді. Айжан Тәбәрәкқызына келетін болсақ, жалпы поэзияда ой, жаңағы мазмұн, суреттеу, психология осының біреуі де болмаса, ол поэзияда болмайды да. Мысалға менің ойымша поэзия құр жай ұйқасқа сөздерді алып кеп қою, сондаймен шекті, ол поэзия емес та. Мысалға жай ғана бір нәрсені айту болады да. Ал Айжан Тәбәрәкқызында мен байқап отырсам, сол психологияда бар, суреттеуде бар. Жаңағы мысалға есіл жайлы айтылған өлеңде маған жаңағы сурет өнерінде импрессионизм деген жанр бар ғой, бір сәтті көрсететін, бір айналасындағы адамдарды былай бұңғырлау қылып көрсетеді да. Сол басты адамды көрсетіп, жаңағы басты өзінің айтқысы келген ойды көрсетіп суреттейтін импрессионизм жанр. Сол елестеді да менің көзіме. Сол жағы ұнады маған. Жаңағы енді бір жағынан ол кім жаңағы Шерханның ойы дұрыс та. Бір же жаңағы Астанада өскен ақын ғой енді. Бір жағынан бір кейбір кезде бұлай ойлап қаласың да, бұл енді жалпы тек қана адамның емес енді. Адам қазір мысалы жаңа Астананың бүйтіп бәрібір қазақты бір жатсыну бар сияқты да. Бәрібір де бір Астанамен адамдар өлеңде де ғана емес, бәрібір бір шынайы қарым-қатынаста да бүйтіп араласып кетіп жатқан жоқ қой енді. Мысалы Астана қала ретінде сондай бір салқындық болғанда, енді осындай құбылыстар бәрібір ақын өлеңіне әсер етеді, жан дүниеге. Ал осы мазмұндардың бәрі осындай өлеңдер тудырады деп ойлаймын. Енді кім жаңағы Әселдің біз деген Алматыда жүрген жас ақын қыз, сосын бір жағынан осы жаңағы төрде кішкене жас ақындар туралы айтайық дегеннен кейін, мысалы Әселде бір жақтың ғана ақында жаңағы географияны сақтап отырып талдайық дегенбіз. Соны кім Әселдің бір өлеңін оқып берейін. Жаңағыдай: білмейсіз сіз жарқыным біздің жайды, балауса гүл сабағын үзді қайғы, сыртында терезенің көктем гүлген, ішінде күз жылайды, қыз жылайды, туа қоймас білеміз біз ғашық күн, қай жаққа алып барады күзді асып мұң. Мен неге бұл көктемге өкпелімін, мен неге күзге асықтым, сізге асықтым, шыдап жүрер екенбіз біз қаншай күн, жетегінде жүрерсіз сіз қаншойдың, неліктен ерте қажып кетті жүрек, неліктен күзді аңсаймын, сізді аңсаймын. Бұл жерде жаңағы енді жаңағы ақындардың өлеңдерінде, қыздардың өлеңдеріндегі әсіресе жаңағы оқып отырып, мысалы авторын айтпаса кімнің өлеңі десе, мысалы көп білмейтін өлеңді, өйткені жаңағы осы бір форма жаңағы өлеңдерде жаңағы бәріне ортақ болып кетті, қыздардың бәріне. Бірақ енді жаңағы айтайын деп отырған бұл емес, әрине бұл енді белгілі жет. Бірақ бұл жерде жаңағы Әселді бір баяндаулар көп та өлеңдерінде.
жалпы осы бір топ, мысалы бір топтамасы егеменге шыққанда сонда көрдім да, әселдің мысалы Айжанда суреттеулері бар да, Айжанда сезімдер бар. Ода бір сезімдер жаңағы өзінің мысалы бір нәрсені параллель алып отырса да, бәрі өзінің бір сол кешіп отқан мұңын бәрі бір суреттеп өтеді да. Сол бір елестейді көз алдыңа. Ал әселдің өлеңдерінде өлең кішкене баяндау, бір кішкене суреттен гөрі ойға оралатын сияқты да. Бұл енді жаңағы біз Әмірхан аға көп айтатын бір интеллектуалды поэзия деген нәрсеге де мысалы келетін сияқты көрінеді. Енді бұл қаншалықты сол нәрсені ақтайды, ақтамайды білмеймін. Бірақ енді осы әсел поэзиясы туралы сіздердің мысалы ойларыңыз қандай? Бір сезімдерді сол бірақ шыңына жеткізіп түрліше суреттейді да өзінің несімен. Ал менің ойымша әсел көп эксперименттерге жиі барады. Ол жаңа бір оның мысалы сіз деген өлең оқылды ғой, бірақ оның кейінгі өлеңдерінің барлығы сіз деп айтылмайды да. Ол одан уже былай қарағанда қашқан ба, құтылған ба саналы түрде, не бейсаналы түрде білмеймін. Әйтпесе қыздарға келгенде біз ылғи осындай сын айтады ғой. Бәрі не алған, сіз кім, ол бітпейтін деген секілді. Дегенмен ол жаңағы оның өлеңдеріндегі бір мазмұнда, формадан да үлкен ізденістер бар әселде. Осы жастардың ішінде бұйыртса, осы несін ақтаса, ол біз Гүлнар апайды айтамыз, Жанна Елеусізді айтамыз. Жастар қазір қатты өлеңін оқып сөйтеді ғой. Әселден де бір сондай бір биіктікті қалаймын да, сондай бір тереңдікті көремін. Оның жаңа бір кейбір өлеңдеріндегі бір бізде сын айтады, жаңа бір адамдардың аттарын бір шетелдегі бір жаңағы терминдарды қолдану арқылы бір көрсеткісі келеді ғой, ақындар білімді көрсеткісі келеді. Жаңа бірақ ондай емес та, әселде шынайы. Өйткені оның кешегі мысалы күнә деген өлеңі бар да, жалғыздық туралы болсын. Онда да барлығы кешіп отқан қыздардың сезімдері жаңағы жігітке қаратып айтқан бір жақты, бірақ ол жаңа қырынан суреттейді да барлығын. Қалай тағы бір нәрсе айтамын деп отыр едім, ұмытып қалыппын. Сондықтан осы жастардың ішінен әселден үлкен не күтеміз барлығымыз. Әселді енді оқыдымда, әселдің өлеңдерінде бір прозалық нәрселер бар да, бір прозалық сипаттаулар бар да. Бірдеңке мысалы ол өзі айтып отқан нәрселерін мысалы сипаттаған кезде мысалы өзі жаңағы оқып отырған енді кітаптарын немесе кешіп отқан сезімін бірдеңкемен суреттеген кезде оған бір жаңағы бір жазушы сияқты сипаттайды. Мысалы кім парақтар сарғайған Мағауин деген сияқты, мысалы Жюль Вернді айтқан кездегі нәрселер. Бірақ сонымен қатар поэзия деген бәрібір енді кез келген ақындарда да солай ғой. Бір синтез бар ғой поэзияда. Ол мысалы осыға дейінгі оқыған ақындарың, оқыған кітаптарың бәрібір бір жерге жиналған кезде, және ол қорытып, соның бәрін оқып, соның бәрін үлгі алып шығарған кезде солардың бәрібір бір нәрселер сенің бойыңда қалады да. Мысалы сенің бойыңда Мұқағалиден бірнеке қалады, сенің бойыңда нәрселер қалады. Ал осы жағынан алғанда мен әселдің өлеңдерін оқыған кезде әсел қазіргі замандағы ақындарды көп оқитын сияқты көрінеді да. Ол бұрынғы енді ақындарды бәрі оқыған шығар, енді оқымайды деп айтасың, бірақ қазіргі мысалы Мұрат Шаймаранды қатты оқитын сияқты көрінеді да. Сосын Ерлан Жүністі қатты оқитын сияқты көрінеді. Оның және бір Ерлан сияқты жолдары да бар да. Бірақ мысалы бір нәрсені жаңағы төгілердей бір ойлаған кезде мысалы бір өзінің көзімнен жас бір Айвазян теңіз секілді жаңағы атақты картина ғой енді Айвазовскийдің. Сол бір төгілердей Айвазян теңіз дейді да. Соны айтқанда мысалы Мұрат ағаның Қобыз туралы поэмасы да бар да. Сонда қобызшы көзін жұмып бүйтіп қобыз тартып отырған сурет дейді да. И сол көзін ашса қазір көл төгілетін сияқты, көл төгіліп кететін сияқты дейді да. Үлкен бүкіл сезімнің бәрі жиналып, негізі көз жұму деген үлкен транс қой. Трансқа келеді. Мысалы кез келген нәрседе мысалы көзің жұмсаң сен елестетесің, соған жақындайсың да. Ал мысалы намазда енді бұл Құдайдың алдында тұратын нәрсе ғой. Ол өзі намаз өзі бір күй да. Бір күйге кіреді адамдар. А содан мысалы сәждеге барған кезде мысалы негізі намаз оқығанда көз жұмып намаз оқуға болмайды да. Сен көзің жұмсаң
жаңағы реальностьтан қашып кетесің. Яғни сен намаз оқып тұрғанның өзінде де сен реаль өмірде тұру керексің деген сөз да. Ал жаңағы адамның көзін жұмуы және одан бір көлдің төгіліп, теңіздің төгіліп кетуі, ол бір сол ішкі бір күйдің, теңіздің бәрінің бір сыртқа шығуы да. Яғни бір жағынан сол бір өлеңде ашқан жоқ, төгілері дейді, бірақ сол өлеңді оқып отқан кезде, яғни сол мен сол күйдемін деген сияқты бір күйлерді айтады. Осындай бір күйлер болады кімде? Айжанның өлеңдерінде. Бірақ әселдің өлеңдерінде, Ажар енді бірақ қатарлас ретінде, қыз бала ретінде, мысалы, өзің де ақынсың. Айжан әселдің өлеңдерімен таныссың ба? Мен әселдің ең алғаш осы Тәңірінің галереясы деген өлеңі арқылы таныдым әселді. Бұл өлеңде маған негізі мен осы өлең арқылы таныдым да, мен әселді білмеймін, осы өлеңімен бір басқаша бояуы бар, басқаша қолтаңбасы бар ақын сіңіліміз ретінде таныдым. Бұл жерде мен айтқым келгені, мысалға, мынау Деганың балеринасы бір мұңды мелодияның нотасында билейді, міннен адам үсіні, кірден адам үсіні, сондай асқақ, сондай паң, дидарында өртен лаула, күймейлі сен сүйгенмен ол пендені сүймейді дейді. Бір жастық, максимализм, осындай бір асқақ, бір шекараны бұзатын бір ерекше ойларға қорықпай бару бар да әселде. Маған осымен әсел өте қатты ұнады. Және мен әселдің дәл осындай кәдімгі қара өлең ұйқасындағы дәстүрлі формадағы өлеңдерінен гөрі осындай өлеңдерін көбірек оқыған жақсы көрем. Маған әселдің осындай бір ерекше бояуы ұнайды. Мысалы, бұл бір өлеңнің өзі бір кітаптағы бірнеше тақырыптағы өлеңнің жиынтығы болуы да мүмкін, бірақ ол осыны бір өлеңнің ішінде қорықпай айтқаны маған қатты ұнады. Мирас, танысың әселдің өлеңдерін біз ең алғаш Алматыда жырқағанын бастырды жігіттер. Сол кезде жырқағанымен қоса жыр ханшайымында анықтайық деп, сол жерде осы Алматыдағы үлкен әдеби ортаның ішінен мойны озып шыққан әсел Кәрібай деген кезде біз елең ете қалдық. Сосын оның шығармашылығына көз жүгірттік. Шынымен де оның Алматыда жыр ханшайымы дейтіндей өзінің қолтаңбасын қалыптастырып келе жатқан ақын екенін бірден сол жерде аңғардық. Бізге шындығын ашып айтуымыз керек. Шынымен бізге дәл осы уақытта формасы бөлек фариза, кіріспесі күрделі күләштар керек-ақ. Сондықтан осы тұрғыда бұл жаңағы сөйлемдерді сындыру, биік ноталар алу әселдің үлкен батыл қадамдары. Ертең қыздар поэзиясы деп жаңа бөліп айтуымыз да керек деп жатыр ғой. Сондықтан осы қыздар поэзиясындағы бұл алғашқы реформаторлардың тіпті бірі болуы ғажап емес, жанналардың ізін алып, соны түрлендіріп, интеллектуальный поэзия деп жаңа Бағашар өзің айтқандай, шынымен де бұнда өлеңдерінде білім басым, сезім, бірақ та ол жерде солғын деп тағы да айта алмаймыз. Жаңағы алапат сезімдер, сондай бір әселдің өлеңдерінде бекзат өзін асқақ, жаңағы тәкаппар білімді адам қашанда өзі биік сөйлей алады, талғаммен тереңдей алады ғой. Сол тұрғыдан әселдің негізі біз көп үміт күтеміз деп есептеймін. Әселдің өлеңдерінде оқып отырған кезде жаңағы күй, бұнда да өзгеше музыкасы бөлек, жаңағы осы қазақ поэзиясына Талғат Ешендер алып келген жаңағы Алматы вокзалы бір бөлек формада, бөлек көңіл күй сыйлайтын жаңағы өлеңдер бар ғой. Сол Талғат ағалар алып келген дүниенің жаңағы қыздардың қолтаңбасымен, қыздың көзімен, қыздың жүрегімен, қыздың жазымен, қыздың назымен әсел бере алып жатыр. Әсел шынымен де бір бөлек мектептің өкілі. Ол Айжанмен шынында да екеуін Бағашардың таңдауы бұл бекерден бекер емес деп есептейміз. Біріншіден әсел жас ақын, екіншіден ол жаңашыл ақын. Сол бұл жаңалық деп айтуға болады негізі әселді. Айжанда бәрі тиянақ бар да.
тиянақ дегенде бәрібір тоқтаған бірдеңкені тауып дүниеден тиянақ тапқан деген сияқты ақындық көзқарасы тұрақтағанда ол өзі мысалы оның ішіндегі сезімдері әртүрлі дауылдар болуы мүмкін ішінде, бірақ бәрібір ол жаңағы несі екі аяғы бәрібір бір жерге тоқтаған ақында. Ал әселде ол да әсел тоқтамаған. Әселде ол ізденіп жатқан нәрсесін көрінеді, о да жаңағы әлі мысалы оның сезімдерінде де мысалы сол нәрсе байқалады. Өйткені мысалы мына бір өлең оқиыншы. мысалы мен білмедім өмірде күнә барын деген өлең әдемі өлең. Содан дұға оқып әр мұң мен әр қайғыда олар жасап жүреді қандай күнә, ары таза болсын деп Тәңір менің жазбаған ғой өмірді маңдайыма деген сияқты мысалы әдемі өлеңде, бірақ бәрібір бұл соңғы осы өлеңді оқыған кезде бәрібір ең соңғы бір шешімдер емес екен көрінеді ақынның бұл көзқарасы бәрібір мың өзгеретін көзқарас екенін сезіп тұрмын, ойлаймын да, сеземін да, ақынның ойлаймын бұл көзқарас мысалы. Ал Айжанда бәрібір ол қалыптасқан көзқарас та, кімде әселде осы бір көзқарастар да бір сезімдер де мысалы қалыптаспаған. Бірақ мысалы мына бір жер мысалы сенсіз жүрген жолдардың бәрі бекер, бізді жолықтырар ма Тәңір әкем дегенде мысалы ойлаймын да, Тәңір әке деген енді бізде ұғым жоқ қой ондай. Ол деген мысалы біздің мұсылманшылықта да жоқ та, енді мұсылманшылық емес тіпті арғы мысалы түркілік дүниені айтсаң да ол Тәңір әке деген ұғым жоқ та. Енді осындай бір мысалы қате ұғымдар бар. Бірақ осы жақсы ма жаман ба деп ойлайсың да кейде. Осы мысалы осындай болу бұл кемшілік, бұл жақсы ма жаман ба дегенде мысалы мен өзім ойлаймын бұл кемшілік, тыпырлау бар да, қимыл бар, әрекет бар да, яғни бұл жақсы нәрсе деп ойлаймын ақынға. Яғни қозғалыс бар деген сөз. Енді бұл талқылау жалпы Әсел мен Айжан болған соң ғана біз екеуінің атын бөліп айтып жатырмыз, бірақ та бұл Әсел бұндай әдебиеттің өкілі жалғыз ғана Әсел дегенде пікір қалыптасып кетпеу керек. Ертең бұл осы формада жазатын, осылай жазатын ақын қыздар бар. Жаңа біз басында Жаннан айттық, одан кейін Құндыз Жұбаева, одан кейін осы кім Әселмен қатарлас болуы мүмкін Қарлығаш Қабай деген қарындасымыз да осылай жаңағы шекараларды бұзып, жаңағы асып тасып жазып. Бірақ кейін мен ойлаймын, бұндай дүниелер жаңа Тәңір әкем, жаңа Құдайды жолдас қылу, оны қасына құшақтап алу деген сияқты ондай дүниелерге кейін ақын өзі ұялатын, өзі сол өлеңдерден құтылғысы келетін, сол өлеңдерді ешкім алып көрмей-ақ қойса ғой, соны оқымай-ақ қойса ғой, сол шыққан газеттерді өзі тығып тастағысы келген сияқты күйлерді де кешеді деп ойлаймын мен. Бірақ ол енді бұл талқылауларды тыңдаған кезде Әсел осы дүниелерге өзі қайтадан сын көзімен өзінің ішіндегі жаңағы сыншы Әселді қосып елеп екшеу керек шығар. Бірақ енді бір қалыпқа түс жаңағы формадан шықпа, мазмұнына тереңдеп қана отыр деуде ол шектеген боламыз бекен. Сонда Әселді барынша енді осы жаңағы осы бағаша айтып жатқан сындарды бір сүзгіден өткізсе, одан кейін әрине оқу жалпы европалық бір дүние бар ғой күнде Әселде, соны сақтау керек деп ойлаймын. Жаңағы Айжанда қазақтың жаңағы қар өлеңі, оның жаңағы құнарлы сөздері болатын болса, онда жаңағы Европаның бір әшекейлерін сүйем дегендей, сондай әшекейлер бар ғой. Енді ол да бізге қазір керек қой. Тек қана оны солай енді. Мен ойлаймын, бұл енді Әселдің несі қазіргі 23-те ме 22-те ме сол жастағы көңіл күйдің ол дәл айқын көшірмесі ғой. Бірақ оны бүйтіп шектеп тастауға да болмайды деп ойлаймын да. Жаңағыдай мен ол қалып сезімдері де тұрақталмаса да, өлең болмаса да дәл осы бағытына алып кетсе егер ол бұл жаңа бір сүрлеу сала алады
мындай бір не потенциалы бар да, оның үлкен потенциалы бар. Сондықтан бұндағы ең бастысы бізде жаңашылдық дегенді үрке қараймыз, бірақ бұнда негізгі ішкі иірімдерін, бір сөздердің байланысын ол жоғалтпаған да, оның музыкасын жоғалтпаған өлеңнің бір жаңа бір формада жазылған қай өлеңін алып қарасақ та, онда кәдімгі былай дәстүрлі әуендердің де бүгінгі жаңашыл формалардың да барлығын ұйқасын таба білген да, ең бар. Сондықтан ол біздерде қыздардың бүкіл өлеңдерінің бірдейлігін айтамыз ғой жаңағы. Бірақ дәл осылай жазу, оның батылдығы, кейін жаңағы Тәңір әкем деп тұрғанда мен онда ештеңе артық емес сияқты да, маған былай неше түрлі ұғымдарды, түсініктерді де түрліше формада беруге болады ғой ол кезде. Ол бір мәселе формада емес, жоқ, түрліше етіп айтуға болады ғой, мысалға деймін да. Ол мысалы әсел бұрын кішкене онда да қателіктер енді бар ғой, мысалы бұрын гүлзарларда, бульварларда деп өтірмен жазып, бір нәрсені қайталап сөйтіп жазатын. Бірақ осы кейінгі өлеңдерінде бұл өзін осылай тапты деп ойлаймын енді осы бағытта. Мәселе жаңағы мен енді айтқан нәрсем мен айтып жатқан нәрсем жаңағы тиянақ таппау деген нәрсе ол шектеу емес қой. Ол шектеу отқан жоқпын да, бірақ адамда мысалы дүниеде адам өзінің пікірі болу керек қой. Мысалы былай жай мысалы поэзия, әдебиет деп қарамасаң, адам енді өзі бір тиянақ табу керек қой өмірде. Ол нәрсе мысалы ол формада емес, мысалы адамдардың мысалы форма әртүрлі болуы мүмкін, бірақ егер мазмұн болмаса ода ол мазмұн жаңармаса болмайды. Ал формалардың әртүрлі ол мазмұн тудырмайды форма. Ол мазмұн керісінше форманы тудырады да. Онда мазмұн өзге болды. Сондықтан ол осы нәрселерді жаңағы айтқан кезде мен оның несін шектеп тұрған жоқпын да, бірақ адам көз несін табу керек. Дүниеге көзқарастан анықтау керек та. Мәселе дүниеге көзқараста. Ол кез келген ақынның өлеңі, мысалы Абайдың бүкіл өлеңі оның дүниеге көзқарасы ғой. Кез келген ақынның өлеңі дүниеге көзқарасы. Сол сияқты мысалы адам мысалы Әсел болсын, Айжан болсын, кейін ақын болғанда оның өлеңдерінен, оның поэзиясынан, мысалы сіздер де ақынсыздар, сіздердің поэзияларыңыздан сіздердің дүниеге көзқарастарыңыз біліну керек та. Ал осы дүниеге көзқарас ол көп нәрсені анықтайды да. Біз мысалы қазір қарағанмен ертең ол үлкен әдебиеттегі мысалы егер жаңағы бізде тілектеспіз ғой бұл кісілердің үлкен ақын болған. Үлкен ақын болса, ақын болатын болса, оған міндетті түрде жаңағы адамдар арқа сүйейді, ол көзқарастарға арқа сүйейді. Ал тиянақ жоқ нәрсеге, сондықтан ол бай көзқарас болу керек. Мазмұн мысалы жан-жақты көзқарас болу керек. Жаңағы ол адам мысалы шектеп тұрған жоқпын да, мәселен жаңағы айтайын деген. Бірақ адам дүниеде қалыптасу керек, адам болып қалыптасу керек. Мәселе сол жағынан айтып отырмын, сол жағынан айтып отқан нәрсе. Сосын бағаша жаңағы мысалы Тәңір әке деген сөзді айтып жатсың ғой, қазақтың өзі ғасырдан ғасырға қалыптасқан тіркестері бар. Қазақ Тәңір әке деп ешқашан айтқан жоқ қой. Мысалды сондай нәрселер бар, бүйректен сирақ шығарып, жаңалық ашып қажет жоқ. Өлеңде сосын өмір бақи эксперименталист болып жүрудің де қажет жоқ деп ойлаймын өзім. Баяғыда Фариза апай айтатын, өлең деген земной болу керек деп. Жерге түскен адам екі аяқты жұмыр басты пенденің бәріне ортақ, сондай бір дүниелер болу керек деп. Сосын мен мына кейінгі жастардың жалпы кітаптарын оқысам да, басқа бір әлеуметтік желіден шығармаларын оққанда, мысалы Фариза апайларда тыңдаңдар тірі адамдар деген сияқты, Әлия Молдағұлова сияқты сол кісінің өмірі туралы үлкен поэмалар, туған жер туралы, қазақтың кең байтақ даласының бұрыш-бұрышының бәрін жырға қосу туралы бір үлкен патриоттық салалар болды, қырлар болды. Бүгінгі біздің жас ақындарда сол жоқ. Мен ылғи Айжанның өзіне дедім, Айжан сендер ішкі дүниелеріңді қажап жаза бергеннен ештеңе шықпайды. Сен ақын болғаннан кейін мұңданып жазып тұрсың, сен мұңыңды анау халықтың рухани дүниесін өзіне қайтып беріп, соларды жырлап шығарсаңдар, сендер басқаға салыңдар. Ішкі дүниелердегі жаңағы мұңдарыңды, сырларыңның бәрін. Бір жылдары Ақтөбеде 80 жылдық мерейтойы болды. Мейірхан Ағдәулет ағамыз соның басы қасында жүрді. Сонда
бір күн айтты, мен де барып сонда ол кісі айтты, мына Әлия Молдағұлова туралы сол кездегі мысалы Тайыр, Жароков бар, енді Қарағайдай ақындардың бәрі жырлады ғой. Енді ол кезде міндетті деді ғой. Ал социализмді жырлауды, басқаны жырлауды. Сонда дейді, ешқайсында поэтикалық көркемдік жоқ, жалғыз Фариза апайда сұмдық керемет өлеңі бар екен. Тыңдаңдар, тірі адамдар дейтін. Соны кез келген жерде әлі оның актуалдылығы, әлі өзектілігі осы уақытқа дейін кеткен жоқ. Ол сол ана Молдағұлованың жан жүрегі арқылы Фариза апайдың бүкіл қазақ әйелінің, қазақ қызының, бүкіл елдің, осындай аз ғана елдің бүкіл жоғын, жетігін бәрін керемет келтірген да Фариза апайдың шеберлігі. Сол сияқты біздің қыздарда бір сом-сом дүние жоқ, жаңағы кім Олжас айтқан бәрі сол біркелкі, көрінетін, көрінбейтін біреуге ғашық баяғы. Осындай жыламсақ бір дүниелерден шығу керек сияқты. Осы мына Бағашарға айтатыным, төрде жалпы осындай нәрселерді көбірек айтып, жақсы ғой, бәрі де ақын, ешқайсысын талантсыз демеу керек, бәрі талантты біздің жастар. Бірақ жаңағыдай бір кесек-кесек дүние, ұлтқа бір ірілік әк келетін, кейінгі жастарды алға қарай сүйрейтін дүниелер емес. Кейбір өлеңдерді оқысаң суицидке барғың келеді, асылып өлгің келеді. Менде де осындай ғой деген сияқты. Сондай кері кеткен емес, керісінше алға қарай жүретін дүниелерді көбірек жаздырсақ деймін да мен жастарға. Біздерде қалай, мысалы, туған жер туралы бір өлең болса, өтірік өлеңді алып келеді да, туған жер сен қазапсың, сен болмасаң. Ондай емес, мүлде басқа кәдімгі қазақтың құнарлы сөзіне, көркем дүниесіне, көркем образына берілген дүниелерді біздің жастар жазбай кетті қазір. Бәрі эксперимент жасайды, анау анадан алады, біреу постмодернизмнен алады, біреу бірдемеден алады, біреу Европадан алады, біреу Қытайдан алады. Сөйтіп бәрі біздің ақындар эксперименталистке айналып баратыр соңғы кезде. Бұл әдебиетке не алып келеді, ештеңе де алып келмейді. Жастарға не алып келеді, оны халық оқымаса, ол кейінгі ұрпаққа пайдасы тимесе, менің ұғымым солай. Жалпы, сондықтан осы төрде осындай мәселелерді қамтып, тек қана жастардың шабыта жазған дүниесі емес, елдік мәселелерді қоса айтып отырсаңыздар деген кішкене ұсыныс. Енді әдебиеттің төңірегінде шығармашылыққа байланысты мәселе көп енді. Жаңағы айтар пікірлеріңіз болмаса қортамыз ба? Енді біріншіден келіп пікір айтқандарыңызға рахмет. Мысалы, бір-екі ауыз пікір айтсаңыздар да, ол кісілер енді өлеңдер талқыланады дегеннен кейін Айжанда Әселде мысалы қандай пікір айтады екен деп күтеді, мысалы қатарластары болсын, апайлары болсын. Өйткені ондай бір-біріне пікір айту деген нәрсе адамды өсіретін нәрсе. Сондықтан ол екі ақын қызда жаңағы осындай бір өсіретін пікірлерді күтіп отыр деп ойлаймын. Енді мен бір осы ұлы ақындарды ойлаған кезде Фариза апайды да қарасаң, мысалы енді ақын қыздарды айтқан кезде қарасаң, енді Әбіш Кекілбаевтың керемет мақаласы бар ғой Фариза туралы. Сол кезде мысалы үлгісінің керемет жинағы ретінде сол 70-ші жылдардың соңына таман жазып, қазақ фильмінде Әбіш Кекілбаев қазақ фильмінде істеп жүрген кезінде әкеп берді деген жинағын қазір біз мысалы бүкіл қыздар жатқа оқитын өлеңдер сол жинақта да, өлеңдердің бәрін сол кезде жазды. Ол деген енді қарасаңыз жас кездері ғой, жас кездері да. Одан кейін енді қанша ғұмыр жасады, одан кейін бірақ одан кейін де мысалы 40 жылдан артық ғұмыр кешті да. Бірақ негізгі жазатын өлеңдерін мысалы өмірінің сол 40-қа келген кездеріне дейін жасады өлеңдердің бәрін. Сондықтан жаңағы ақындарға ерте қалыптаспаса болмайды қазірден бастап. Жаңағы бір көзқарасты жақсы кітабын шығару керек, ерте шығару керек. Мысалы кітап енді бізде қаншама ақындар бар, әлі кітабын шығармай жүр да. Оны шығарып тастау керек қазір кітап. Өйткені сен кейін оны шығаруға ұяласың. Ал сондықтан ерте ақын болғаннан кейін дүниеге көзқарасы да ерте тиянақтау керек, және поэзияны да солай еркін меңгеру керек деп ойлаймын. Бүгінгі Айжан мен Әселге де сондай тілектеміз. Келгендеріңізге рахмет.